ет осу тәсілмен бөлісетін болам. Бізде бүгін сиыр еті. Осылай еттерімізді алып, жұғартып осатын боламыз. Қыс мезгілінде етімізді қалыңдау ғып оса берсек болады. Ал жаздың кезінде жұқалау ғып осамыз. Себебі жаздың кезінде етіміз бұзылуға бейім болады. Және тұзында молырақ себуге тура келеді. Осылай еттерімізді қалың жерін жұқартып кесіп алатын боламыз. Қордаққа қосатын еттерімізді осылай осып жатқан кезде тұзын сеппей тұрып бөлектеп алсақ болады.